Аштық ұстамау керек еді, өзін құртты, денсаулығын құртты деп айтатын сөздер жиі естимін. Бірақ бір сәт ойланыңыз, сізді жалған айыппен қамайды. Марат Жыланбаев күрескер, ол оған дайын болды. Ол сотта естеріңізде болса, мен соңына дейін барам, ең бастысы сіздер берілмеңіздер деп айтқан болды. Бірақ түрме қабырғасында оның сотталушы ретінде құқығы тапсырылды. Ол әлемдік рекордсмен, үлкен шақырымдарда жүгірген аңыз адам. Енді сол адамға спортпен шұғылдануға мүмкіндік бермеу, ол азаптаумен тең. Ол әрине арызданды, арыздары сыртқа шыққан жоқ. Оқылмайтын. Ол сурет салуды сұрады, ағаш жонуды сұрады, бірақ оған да мүмкіндік берген жоқ. Оның жазған бір түйір хаты жазған адамына жеткен жоқ. Біздің жазған хаттар мен газеттердің осы уақытқа шейін бір түйірі де Марат Жыланбаевқа кірмеген. Ақпараттан оқшаулап отыр. Бұл әдейі Мараттың рухын сындыру үшін жасалып отқан қысым, құқығын қорлау. Осындай жағдайда сіз не істейсіз? Айтыңызшы, үндемей отырмайсыз ғой? Әрине, Марат Жыланбаев аштығын сол әділдік үшін, өзіне адами қарым-қатынаста болу үшін, айтылған талаптарын орындау үшін ұстады. Және де бұл үшін Марат Жыланбаевты айыптау, бұл зұлымдықпен тең. Енді жаныңыз ашса Марат Жыланбаевқа, менің челленджімді қолдаңыз. Менің челленджімнің талабы Марат Жыланбаевты Степногорск қаласында көпбейінді ауруханасына жатқызып, диагностикадан өткізіп, емделуге қол жеткізу. Және флешмобым мен Марат үшін деп аталады. Сіз Марат үшін не істей аласыз? Жүгіре аламын, видео арқылы үндеу, қолдау жасай аламын, қаржылай көмек көрсете аламын. Кез келген көмегіңізді көрсетіңіз. Марат Жыланбаевтың амандығы үшін, бостандығы үшін. Марат Жыланбаевқа бостандық.